Қоғамдық көлік жүргізушілері жұмыс уақытында телефонмен сөйлесіп, қауіпсіздік белбеуін тақпаса, жауапқа тартылады. Сонымен қатар автобус жолаушылары өзара таласып, жүйткіп жарысса, көлігі айыппұл тұраққа тоғытылады. 21-23 қазан аралығында Шымкент қаласы аумағында автобус жедел профилактикалық іс-шарасы өтіп жатыр. Бұл рейд облысаралық және қалааралық қатынастарда жүретін қоғамдық көліктерге бақылауды күшейту мақсатында ұйымдастырылған. Мобильдік топ мүшелігінде көліктік бақылау инспекциясы, қалалық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы, көлік прокуратурасы және патрульдік полиция полкының қызметкерлері бар. Олар қоғамдық көлік жүргізушілерінің тәртіп бұзғандығын планшет арқылы лезде анықтап, хаттама толтырады. Қоғамдық автокөлік жүргізушісі қоғамдық автокөлікті басқара отырып, ұялы телефон қолданғаны анықталды. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 591 бабы 1 бойынша әкімшілік хаттама түзіледі. Іс-шараның бірінші күнінде қоғамдық көлік жүргізушілерімен жасалған жалпы 100-ге жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Арасында шығындыларды ластаушы заттардың болуы, нормативтен асып кетуі, тиісті рұқсатсыз қайта жабдықталған көлік құралын басқару секілді тәртіп бұзу фактілерінің саны басым. Айып тұраққа қазір 2 автобус тығылды. Басты қазір біздің таңда туындап тұрған мәселе бұл облыс қала аралығында жүретін автокөліктердің қайта жабдықтау 590 бабының 7 тармағы жиі кездеседі. Яғни атап айтқанда автобустың өзінің жүргізушілері болмаса иесі қосымша жаңа жатақ орын болмаса орындықтармен жабықтыру мәселесі болып жатыр. Ал қала аумағында біздегі қазір маңызды проблемалар болып жатқан маневр жасау, өздеріңізге белгілі, уақытқа таласу, жылдамдықты асыру, ұялы телефон қолдану, сол мәселелер болып жатыр. Айта кетейік, қазіргі таңда карантиндік шектеулерге байланысты қала аумағындағы Самал, Бекжан, Алаш және Саяхат автовокзалдары уақытша өз жұмысын тоқтатқан. Десек те 2020 жылдың 9 айында қоғамдық көлік жүргізушілеріне қатысты 2296 әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырылған. Жыл басынан адам дене жарақатымен ұштасқан қоғамдық көліктер қатысуымен 4 жол көлік оқиғасы орын алған екен. Кенжехан Дүйсенбі, Руслан Тілеуберді, Рауан Тастанбеков, жаңалықтар.